Қазақ сахарасында есімі аңызға айналған әулие тұлғалар өте көп болған. Олар ислам дінін уағыздап қана қоймай, ер жүректігі мен ерекше қасиетімен көзге түскен. Сондықтан болар халық оларды аңыз адам деп атап кеткен. Тіпті ел арасында Мединеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пір Бекет деген сөздер де қалған. Бұлардың сыртында Арыстан баб, Мәшһүр Жүсіп, Асан Қайғы мен Қорқыт баба, Науан хазіреттердің есімі де ерекше аталады. Алланың назары түскен әулиелердің біз білмейтін ашылмаған құпиялары өте көп. Осы жобада біз аңыз әңгімелерге тоқталып қана қоймай, әрқайсының басына барып түнеп, тылсым оқиғалармен де бөлісетін боламыз. Қасиетті көкше жерінде небір ел бастаған көсемдер, күміс көмей шешендер, ақын жыраулар, батыр билер, ақылгөй даналар дүниеге келген. Солардың ішінде шоқтығы биік әулие тұлғалардың бірі Наурызбай Таласұлы. Ол халық арасында Науан хазірет деп аталып кеткен. Біз ата-баба жолымен жүріп көруді мақсат тұтып, киелі Көкше өңіріне табан тіредік. Біз Көкшетау қаласындамыз. Біздің бұл қалаға ат басын бұруымыздың да өзіндік бір себебі бар. Өйткені дәл осы өңірден шыққан ұлы тұлға, есімі Исі мұсылман халқына жақсы таныс Науан хазірет туралы айтамыз. Наурызбай Таласұлы қабірінің басына қойылған құлпытастағы жазуға қарағанда, ол 1843 жылы қазіргі Ақмола, бұрынғы Көкшетау облысы Зеренді ауданына қарасты Баратай ауылының маңындағы Жылкелді деген жерде Талас Құтболатұлының отбасында дүниеге келген. Наурызбай ауыл молласынан хат танығаннан кейін, баласының қабілетін аңғарған әкесі оны Қызылжар медресесіне оқуға берген. Медресені үздік оқып бітірген соң, ол ерекше дарынды түлек ретінде сол кездегі діни жоғары оқу орны болып саналатын Бұхар медресесіне жолдамалады. Ол уақытта Бұхара, Самарқан қалаларында діни ағартушылық өте жоғары деңгейде болды. Елге келіп, мешіт салу жұмысын ұйымдастырып, сонда имам болып қызмет атқарады. Бірақ білімімді одан әрі қарай жетілдірсем деген құштарлық оған маза бермей, Бұхараға кетіп бара жатқан керуенге ілесіп, тағы да сол жаққа қарай жол тартады. Бұхара медресесінде 15 жыл оқиды. Наурызбайдың үлкен дарын иесі екендігін таныған медресе ғалымдары оны бүкіл мұсылман дінінің орталығы болған Бағдат шаһарына жібереді. Бағдаттан кейін қайтадан Бұхар медресесіне келіп, ұзақ жылдар бойы сонда ұстаздық қызмет атқарады. Осы орайда жергілікті халық солтүстік Қазақстан өңірінде мұсылмандықты уағыздайтын бірде-бір жоғары білімді имамның жоқтығын тілге тиек етіп, Наурызбайды еліне қайтарады. Бүгінде Көкшетаудағы орталық мешіт Науан хазірет атында. Бір ғасырдан астам тарихы бар Жақия Қажы атындағы мешіттің жанынан салынған жаңа құлшылық үйі 2015 жылы пайдалануға берілді. Науан хазірет қабірінің басы қайта тұрғызылып, бүгінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.